Өтешев 1912 жылы Жаңарқа ауданы Ақтау болысына қарасты номер 4 ауылда туған. Алматыдағы Қазақ педагогикалық институтында оқыған. 1933-34 жылдары Алматы қаласында бастауыш сыныптарға сабақ берген. Жаңарқа ауданы Ленин атындағы номер 1 мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы, аудандық партия комитетінің насихатшысы, үгіт-насихат бөлімінде меңгеруші болып қызмет атқарған. 1948 жылдан қайтадан Ленин атындағы номер 1 қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы болып орналасты. Қоғамдық негізде мектептің партия ұйымының жетекшісі қызметін атқарды. КСР халық ағарту ісінің үздігі, құрмет белгісі орденінің иегері. 1981 жылы дүниеден озды.